Сәлем достар, мен сіздерге бір-екі лайфхак көрсеткім келеді. Pinduodomызға кіреміз, және де қазір мен бір затты таңдаймын. Осы аяқ киім маған ұнады. Мына жерде суреттерін қараймыз, отзывтарын қараймыз, магазинге кіріп қараймыз. Және де размерін қараған кезде маған керегі размер жоқ болды. Осы аяқ киімді маған размері жоқ. Және де маған бағасы қымбаттау көрінді. Тура осындай аяқ киім мен арзан бағада алғым келеді. Енді басқа магазиндерден осы аяқ киімді қалай қарап, қалай іздейтін сіздерге көрсетемін. Мына қара жазудың үстінен бір рет басып тұрамыз, екіншісін басамыз. Мына жерде бізге мінекей тура осындай аяқ киімдер басқа магазиндерден шықты. Ақ түсі бар екен, ақ түсі де әдемі. Қарап отырсаңыздар, бағалары 140 юаньнан бар, 105 юаньнан бар, 128, 138, 46, 49. Енді осы ұнаған магазиннің ішіне кіріп, қарап, размерлерін қарап, таңдап алсаңыздар болады. Енді екінші лайфхагымыз, осы қара жазудың үстіне басамыз, одан кейін біріншісін басамыз да копировать етіп аламыз. Бұл біріншісі копировать деген сөз. Копировать етіп алдық, өзіміздің переводчигімізге өтеміз. Мінекей переводчигімізге өттік. Осы жазуды, жаңағы копировать етіп алған жазуымызды қоямыз. Бізде осындай перевод шықты. Женские кожаные ботинки, коллекция 23 года, сезон зима, осень зима деп астынан көп жазу шықты. Енді осыны мен қысқартқым келеді. Қытайша жазудың үстіне өтіп, осылай өшіре бастаймыз да қараймыз. Мінекей бізде өзгереді астына жазу. Тағы да өшіреміз, тағы да қараймыз. Өзіңіздің керек жазуыңызды тауып аласыз. Тағы да өшіремін. Мінекей қараңыздар, өзгерді. Женские кожаные ботинки, новинка осень и зима 23 года на толстом каблуке. Осы маған ұнады жазу. Енді қайтып мынаны басып, астына қытайшаны шығарамыз да, ортасындағын басып, копировать етіп алып, қайтып өзіміздің Pinduodomызға өтеміз. Енді поисковикке осы жазуды қоямыз. Поискті басамыз. Міне бізге на толстом каблуке бірнеше аяқ киім осень зима шықты. Осылай да қалаған аяқ киімімізді, ұнаған аяқ киімімізді қарап тауып алсаңыз болады.